Құрма туралы толық ақпарат, денсаулыққа пайдасы, қандай ауруларға ем, қайда өседі? Армысыздар, сіздермен бірге мен Нұғман. Каналыма қош келдіңіздер. Видео басталмас бұрын жасаған еңбекті ескеріп, каналға жазылыңыздар. Жазылған жандарға Алла тағала сауаптан жазсын. Құрма дәруменге бай жеміс. Бұл жеміс көбіне Рамазан айында дастарханымыздан табылып жатады. Ал бүгінде ғалымдар дәруменге бай бұл жемісті жиі тұтынуға кеңес беріп отыр. Ғалымдардың зерттеуі бойынша 10 түйір құрма адамға магнийдің, мыстың және күкірттің тәуліктік мөлшерін қамтамасыз етеді. Бұл жемісті шикі түрінде де, кептірілген түрінде де жей беруге болады. Құрмадан салаттар, нәрсу, яғни компот, десерт, тіпті бал да дайындайды. Құрма пальмасының жемістері қан қысымы көтеріңкі адамдарға пайдалы, себебі қан тамырының тарылуын баяулатады. Құрма Алланың қалауымен күш-қуатты көбейтіп, тонусты арттыратын көптеген кеселдерге көмектеседі. Ал енді құрманың денсаулыққа пайдасына толық тоқталайық. Ал сіздер лайк басып кетіңіздер. Құрманың денсаулыққа пайдасы. Құрамында калий мөлшері өте көп. Ол жүректің қалыпты жұмыс істеуіне пайдалы. Бұл өз кезегінде жүрек аурулары мен талмасын алдын алады. Бауырды токсиндерден тазалауға көмектеседі. Сондай-ақ цирроздың пайда болу қатерін төмендетеді. Бауыр фиброзы белгілерін жеңілдетеді. Аш қарынға желінсе, ішектегі бауырдағы құрттарды өлтіреді. Құрма көз жанарының көру қабілетін жақсарта алады. Сәбіздегідей, оның құрамында А дәруменінің мөлшері көп. Егер өзіңізді сергек әрі қуатты сезінгіңіз келсе, құрма жеп тұрыңыз. Бар болған 3 құрма жесеңіз, бір күнге жетерлік энергия аласыз. Құрма бұл асқазан функциясын бұзылған кезде ас қорытуға таптырмас өнім. Оны асқазан ішек жолының аурулары, тіпті асқазан жарасының профилактикасы үшін де пайдаланады. Араб әйелдері көп ғасырлар бойы құрманы ерінің күш-қуатын арттыру үшін қолданып келген. Ол үшін жемісті ұнтақтап, ерлердің көпесіне қосады. Бұл өнім құрамында құмарлықты, жыныстық қабілетті арттыратын түрлі амин қышқылдары бар көрінеді. Шаш сынғыш болса, тері құрғаса, әжім ерте пайда болса құрма жеу қажет. Оны косметикалық маскалар құрамына қосуға болады. Себебі құрмада йодтың мөлшері де көп. Құрманы сүт араластырып, қалампыр қосып ішсе, өкпені қабыну сияқты тыныс жолдарына шипа. Құрманың құрамында танин көп болғандықтан дене жарақаттарын тез жазады. Адамдарды арықтатады. Егер күрішпен бірге пісірсе, семіртеді. Құрамында А, Е және Б дәрумендері бар. Алмадағы темірдің 2 есесі құрмада табылады. Сол себепті қан аз болған кісіге көп жеуіне кеңес беріледі. Жаңа босанған ана үшін таптырмас жеміс, өйткені ана сүтін көбейтеді. Сондай-ақ ол обыр дертіне қарсы пайдалы. Құрамында микробы жоқ жеміс. Құрма сүйектерін үгітіп, көпе қып қайнатып ішсе, жүйке жүйесін тыныштандырып демалдырады. Сонымен қоса құрманы жатардан бұрын жесе, сал ауруына қарсы өте пайдалы. Жүктілік кезінде көптеген әйелдің біраз уақыт жүрегі айнып, және де физиологиялық өзгерістер жүреді. Нәтижесінде ағзада калий жетіспеушілігі болады. Сондықтан жүкті әйел құрамында осы элемент бар тамақтар жеу тиіс. Әсіресе құрманың құрамында калий көп. Калий құрмада көп мөлшерде бар деуге болады. Ол болашақ ананың ағзасындағы судың тепе-теңдігін сақтауға көмектеседі. Калий ағзаға, миға қажетті оттегін алуға көмектеседі, және де ойдың сергектігін қамтамасыз етеді. Мұнымен қоса, ағзаға қажетті суды, және де бүйректегі қалдықтар мен зәрдің шығуын реттейді. Ағзадағы жеткілікті калий жоғары қан қысымын болдырмай, дененің терісіне жақсы әсер етеді. Құрмадағы тағы бір минерал темір. Ол қанның қызыл жасушасындағы эритроциттер түзуші гемоглобиннің жұмысын реттейді. Қан аздықтың алдын алады, және де баланың дұрыс жетілуіне көмек береді. Эритроциттер оттегі мен көмір қышқылды алмастыруда маңызды рөл атқарады. Құрма темірге бай. Сондықтан күніне 15 құрмадан артық жеген адам ағзаға қажетті темірді алған болады. Құрмада кездесетін кальций және фосфат
қаңқа мен тіреуіш әрі қозғағыш аппараттарының дұрыс қалыптасуына қамтамасыз етеді. Яғни сүйектерге өте пайдалы, қатты тіндерге беріктік береді. Бұл жемісті үзбей жеу ағзаны сынғыш, сүйек пен остеопороздан сақтайды. Құрманы әсіресе экологиясы нашар аудандарда тұратын адамдарға жеуге кеңес беріледі. Олардың денсаулығын түрлі кеселдерден аман сақтайды. Құрма қайда өседі? Құрма пальмалар тұқымдасына жататын тропикалық жеміс. Тігінен 24 метр биіктікке дейін өсетін құрма пальмасы көбіне ыстық климатты аймақтарда өседі. Құрма өсіру шаруашылығы көбіне Сауд Арабиясы, Ирак, Алжир, Мысыр, Судан сынды мемлекеттері айналысады. Аталық және аналық болып бөлінетін құрма ағашы ескі жапырақтардың түбімен бүріктеліп өріліп өседі. Төбе жағындағы әдемі шашақты жапырақтарының ұзындығы 5 метрге дейін жетеді. Құрма отырғызғаннан кейін 4-5 жылдан соң барып жеміс бере бастайды. Салмағы 8 келге дейін жететін бір шоғырына 1000-нан аса жеміс бітеді. Әр ағашынан 40-80 келі жеміс алуға болады. Шамамен 150 жылға дейін өмір сүреді. Құранда құрма туралы не делінген? Айша анамыздың айтуынша, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам оразасын жас құрма болмаса кепкен құрмамен, ол болмаса сумен ашатын. Сол себепті құрмамен ауыз ашуда сүннет деп білген мұсылмандар қасиетті Рамазан айында дастарханға құрма қоюды игі дәстүрге айналдырған. Тіпті құрманы ауыз ашардың сәні деп те айтуға болады. Құрамындағы қант мөлшерінің көптігі ораза ұстаған адамның күні бойғы денесінің әлсірегенін кетіретіндігін айтқан мамандар құрманы жай уақытта да жиі жеп тұруға кеңес беруде. Құрма қасиетті Құранда аталған жемістердің бірі. Хазірет Мариям Исаға толғатып қатты қиналғанда Алла тағала мейірім білдіріп оған құрма жеуді әмір еткен. Бұл жайлы Мариям сүресінде баяндалады. Тағы бір аятта құрманың өсуінде құдіреттің белгілерін көруге болатындығы баяндалған. Әнғам сүресі 99 аят. Сондай-ақ құрманың құрамында қантының көп болатынын ескерту қажет. Сусамырмен, яғни қант диабетімен ауыратындар құрмадан түбегейлі бас тартуы керек. Толық піспеген құрма асқазанды бездердің не қатты тастардың жиналуына әсер етеді. Құрманы жер алдында оның қабығына назар салыңыз. Қара дақтары бар, қабығына зақым келген құрмадан аулақ болған жөн. Өйткені оның сыртында зиянды микробтар болуы мүмкін. Ол іштің өтуіне, жүректің айнуына және ағзаның әлсіреуіне сеп болады. Шамадан тыс тұтынбай, белгілі бір мөлшерде жесеңіз ғана құрманың пайдасын сезінесіз. Ендеше назарларыңызға рахмет, пайдалы болды деген ниеттеміз.